Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері? Сіздермен бүгін сырдан корзина жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоға комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі бір ғана сыр. Сырды майда теркадан өтіп аламыз. Біз блини жасайтын табаға кішкене қыздырып аламыз. Соған салып, дөңгелектеп жан-жағын турлайтын боламыз. Шамалы 1-2 минут, 1 минут қана тұрады бұл. Өте ұзақ тұрмайды. Өзі блини ұқсап осылай аударып аламыз. Кішкене 1 минут, жарым минут осылай қоямыз. Оны ыдысымызға төңкеретін боламыз. Менде 200 граммдық стаканға істедім, шағын ғана қылып. Осылай төңкеріп, кішкене кепкенше сақтаймыз. Міне осылай шағын болып шықты. Енді өздеріңізге керегін істеуіңізге болады. Үлкен ұстарға да істеуге болады. Шағын банкілерге істеуге болады. Сосын мен ішіне кәдімгі өзіміздің жаңа жылда қолданатын мясной оливье салатын істедім. Кез келген салатты істеп сала беруіңізге болады бұған. Өзіңіздің қалаған салатыңызды. Міне осылай сервировка жасадым. Шағын қылып, дастарханға қойғанға өте көрнекті, керемет көрінеді. Әрі жеуге болады. Осылай кішкене петрушкамен әрледім. Міне біздің сырлы корзинамыз дайын болды. Салатымыз да дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыз.